алла тағаланың көркем есімінің бірі Аль-Малик. 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 Абу Хурайрадан Алла оған разы болсын келген хадисте Мұхаммед пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Алланың 99 есімі бар, біреусіз 100. Кімде-кім боларды санап, жаттап, мағынасына ой жүгіртіп, әр есімге сай амал етіп қамтыса, сөзсіз жәннатқа кіреді. Және де ол Алла тақ, жалғыз, әрі тақты жақсы көреді деген. Аль-Малик, патша деген мағынаға келетін Алланың көркем есімдерінің бірі. Ол қалай басқарамын десе де, өзі біледі. Алла бәрінен де биік патша. Одан басқа құдай жоқ. Ол ардақты аршының иесі. Кімде-кім осы есімді 91 рет қайталайтын болса, рухани және физикалық тұрғыда күшті адамдарға сөзі өтімді және әсерлі болады.